Теміртау деген маған енді өндірістік қала болғандықтан жаныма жақын. Мен өзім Жезқазғандағы өндірістік қаладан келдім ғой. Содан кейін бір жағынан о жақта да металлургия, бұл жерде де өндіріс, металлургия өте бір маған таныс өмір, таныс тіршілік. Сондықтан Теміртау маған жат емес. Мен Теміртауды жақсы көрем. Осы жерде балаларым өсіп, өркендеп, немере шөберелерім бәрі осында өмір сүріп жатыр, осында өмірге келіп жатыр. Сондықтан Теміртауды өте жақсы көрем. Біз келген кезде қаланың кішкене бос үйлер көптің, азып тұрған қала еді. Бұл жерде бұрында 250 мыңдай халық болған ғой. Біз келген кезде халық азайып, 150 мыңдай ма сондай халық болған. Бос үйлер, ашық тесік үйлер көп болатын. Қазір сол қаламыз енді жақсы болды ғой. Қала өсті, өркендеді. Осы Қазақстандағы шағын қалалардың ішінде, өндірісті қалалардың ішінде алдыңғы қатардағы қалалардың бірінен саналады. Өсіп өркендей береді деген сенімдеміз. Қаланың мен 20 жылдың ішінде қаланың көптеген адамдарымен таныстым. Мәңгілік қала болсын, өсе берсін, өркендей берсін. Ойлаймын, осы Теміртау менен Қарағандының ортасы қосылып кетіп үлкен бір құрылыстар салынса, керемет болар еді деп ойлаймын.